влогымды түсірейін деп едім. Мен қазір шай ішіп отырмын, таңғы асымды ішіп. Кстати, мынау арттағы фото Аружанның кішкентай кезіндегі фото. Жаттап алыңдар дейсің ғой. Бүгін бізге кешкі ауызашарға шақырып қойған болатын, соған қазір дайындалатын боламыз. Қазірден бастап мен уборка жасаймын. Қазір осы ойыншық деген кәдімгідей хит болып кеткен. Попит дей ма? Күшті. Қараңыздаршы. Мына жағына бүйтесің. Антистресс. Еще мынадай сквиштер бар екен. Тоже тренд болып жатыр. Прикольно. Менің қазіргі жұмысым мына екінші этажды ОТ-да жинап шығу керекпін. Сосын еще бүгін ол қонақтардан да бөлек мен деген бүгін сағат 3-4-терде қыдыратын боламын. Өзім шығып кетемін достарыммен бірге. Оны да сізге көрсетіп жатармын. Бүгін бізде ауа райы күшті болып тұр. Қазір көрсетемін. Далада күн шығып тұр, өстіп күшті болып тұр. Ең бірінші өзімнің бөлмемді жинап бастаймын. Просто қараңыздаршы, бардактың бардагы болып отыр ғой. Кеше деген заказдармен жүремін деп. Вообще не до уборки болып, мына жақты жинау керек. От души қазір жұмыс жасайтын боламыз. Айнаны да сүріп қою керек еді. Ертемен бір сұлу қыз суға келеді. Столымда кітаптарымды жинап алдым. Айтпақшы достар, кітап демекші ме, уже 11 мамыр бізде офлайн мектепке баратын боламыз. Вообще менде шыны керек кішкене андай неожиданно болып жатыр. Себебі мен онлайн оқып жүргеніме уже 1,5 жыл болды. 9 класстың соңынан, осы 10 класстың соңына дейін онлайн оқып келдім да. Енді бір 15 күнде қалған кезде офлайн оқисыңдар деген кішкене маған бір ерекше жаңалық болып тұр. Вообще енді маған қайтадан бастау керек енді дәптерлерді. Себебі менде андайтын, мен стористарымды қарайтын жандар түсінеді инстаграмдағы. Менде стандарт дәптер деген зат бар. Бір общий дәптер, ішінде бүкіл сабақтардың, бүкіл бұжыбылар, тұжыбылар бәрін жазатын да. Мен ойлап отырмын, қайтадан дәптерлер бастау керек болады маған. Себебі ана дәптер енді көрсетпей ақпайын, ішіп черновик сияқты болып отыр ғой. Сіздерге айтпақшы былай көрсетіп жіберейін. Мынау менің магазинімнің заттары, онлайн магазинім бар ғой, білетін шығарсыздар. Аксессуар сататын онлайн магазинім бар. Месайжан шоп дейтін. Если жоқ, инстаграм қалдырып кетсем, кіріп сояқтан өздеріңіз ұнаған аксессуарларға тапсырыс берулеріңізге болады. Мен барлық ұсақ түйекке дейін осылай қатты қараймын, логотип бәрін жасап. Сол аяқта енді рабочий телефон, мынау менің алдындары инста жұлдыздан алған статуэткам, там сабақтың корректор, ручка, карандаш и наушнигім. Так, мына тапочкиді киіп аламыз, жинақ қоямыз. Ладно, киіп аламыз. Енді басқа бөлмелерді жинап шығам, осылай сосын бүкіл жақты пылесостап шаңын сүртіп шығу керек. Менің айнам. Бұны да бір влогта түсіріп едім, естідіңіздер ме? Комнатамнан алып тастадым, потому что кішкентай ғой бөлмем. Сосын деген зат көп болып кетті да, шартсайын деп басқа бөлмеге апарып тастадым. Солай. Сколько раз можно повторять, что ты не мой. Күн күшті болып тұр. Мынау менің заттарым мына жақтан не істеп жатқанын білмеймін. Очкиім, кстати, мынау қара түсті жаңағы. Енді сол өзім бөлмеме апарып тастайын. Сосын енді басқа бөлмелерге кірісетін боламыз. Сосын бар ғой барлығы. Тур видеосын күтетті, достар, мен білмеймін. Әзірге өзімнің бөлмемді көрсете алмаймын, себебі ол толықтай дайын емес. Қалай дайын емес қазір, ода просто ақ түсті краскамен бояп тастадым да. Себебі маған өзіме сондай ұнатты, просто ақ түсті жарғылайыншы деп обой жапсырғым келген жоқ. Енді қазір ойланып жүрмін, обойлар жапсырайын ба деген сияқты. Из-за этого мен сіздерге көрсете алмаймын, себебі әлі толыққанды дұрыстаған жоқпын бөлмемді. Мен мүмкін әлі де жиһаздар қосам ба. Короче, мен басымда каша болып отыр бөлмем жайлы, сондықтан әзір түсіре алмайтын шығармын рум-турды. Сол, бірақ енді бөлмемнің шаруасын тез бітірем деген ойдамын. Сосын сіздерге көрсетем, ол, конечно же. Кішкентай балалар ойнаса осылай болады енді. Барлығын жинап шығу керек. Прям ұсақ тек жіңгіт, қағаздарды бар, ұсақтап тастайды ғой. Еще мына аяқта киімдерін шашып тастаған. Вообще классно. Соның бәрін бүйтіп шық деп резко жинап қалғанда, я. Так много боли испытала, родная. Каждая выходка отражалась в твоих слезах. Но ты мне теперь не чужая. Мен
жаққа енді шам түсіріп жатырмын. Айтпақшы назад бар емес па? Бұны Аржан туған күніне берген бір подружкасы. Қазір көрсеңші, күшті негізі дейді. Ашасың. Та-да! Осындай күшті фотолармен. Прикольно. Аңғаранда 17 ма сондай жасындағы фотолар ғой. Вот. Міне ойбай. Мынау еще бүйтіп ашылады екен. Осылай. Ой, мә. Happy birthday дейді. Айтпақшы бар, туған күн жақында болды. 24 апрельда болды. Мынау бұрынғы туған күнім 17 жасындағы. Мама. Ой, мен қателесіп кетіппін. 17 емес 19 жасынан екен. Шымаяқты фотографиялармен. Ойбай, не деген фотоарна. Короче, сондай көрмей тұрғанда жинап тастайық. Так, енді келесі есіктерге келді. Вообще негізі бір қолына камера ұстап, екінші қолымен жинаған. Держи меня крепче рукой, не сомневайся, я с тобой. Ведь мне с тобой хорошо и легко, это чувство так необыкновенно. И мы где-то далеко, где-то над землей, где-то высоко, 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 высоко над небом. Сағат 2 болды. Біз сол орган істедік, астыда кухнядағылар тамақтарды дайындап қойған, бірақ енді олар рұқсат еткізбей қойды, түсірмей деп. Короче, сол мен енді шашымды тіретіп жатырмын, қазір гафрелаймын. Сол, еще, кстати, ерін бояп алдым, қалай күшті болып тұрған сияқты. Сосын не киетінімді білмей тұрмын, таңдап алу керек. Дала ыстық, но в то же время кешке қарай салқындап кетуі мүмкін, сондықтан бірден күшті бір лук таңдап алу керек еді. Жаз өмірін қысқартып, бара жатыр көз қайтып. Зымырайды менің бала кезімде. Менің бүгінгі лугым осындай, қарапайым, өзіме ыңғайлы қылып шығып алдым. И сейчас шашымды жинап алармын. Кстати, заколкам қалай. Қазір енді такси шақыртып алып, бару керекпін. Как всегда, біздің жаққа такси жүрмейді. Керек кезде жүрмей қалады. Сол енді отырым, автобус күтіп. Солай енді. Мен шу. Онымен қоса мен баратын жерімнен кешігіп жатырмын, вообще классы. Таксилар қайдасыңдар, неге жоқ болып кетесіңдер осындай керек кезде. Пока автобус келгенше мен сіздерге өзімнің сумкама не бар екенін көрсетіп жіберейін. Мынадай кішігірім сумка. 1 жыл бұрын алғам. Мен алған кезде шанда интернет-магазиннен заказға бердім де. Келгенде бір кішкентай сумка, ойыншық сумка сияқты болып көрінді, бірақ қазір күшті болып тұр. Қазіргі трендовый. Так, ашамыз. Ішінде наушники. Мен беспроводныйларымды зарядтаған жоқпын, сосын қалдырып кеттім. Сосын менде пауэрбанк. Мен телефоным зарядкасы уже бітіп жатыр, қойып қою керек. Влажная салфетка и автобусная карта. Алып кеттім енді қазір. Еще ішінде тинт жатыр ғой, қайдасың? Вот, тинтімді салып алдым. Все. Осылай. Все, мен түстім автобустан наконец-то. Барлығы мені күтіп отыр екен, маған звондап. WhatsApp-тан жазып, қашан келесің деп. Күн күшті болып тұр, между прочим, солай. Мен қазір еще маған әлі жаяу бару керек. Вообще күшті. Ну ладно. Мен өзім подписчиктарыма Ақтөбе бойынша кішігірім мини-экскурсия жасайын осы жерлермен. Мынау негізінде отель, бірақ жасамайды. Вообще жасамайды, жұмыс жасаған көрмеппін мен ешқашан. Мына жақтарда анвар, супермаркеттер, фикс прайс, мен всегда баратын. Сосын жақта бүйтіп бір ұсақ Арбат болады. Сол Арбат жақтарда KFC-ға баратын боламыз. Қысқасы міне мынау біздің Арбат, жақтар мынау стадион футбольный. Соның алдында барлық жастар, Ақтөбенің барлығы жүретін шығар осы жақтардан. Ана жерде KFC тұр алдыда. Пока мына жақтарда адам аз, кешке жақын адам топ кетеді, жүретін жер болмай қалады. Көбісі енді ауызашардан кейін жайлап жүреді ғой. Біз ораза ұстамаймыз, сондықтан осы түстің уақытында жинап жатырмыз. Мамам
А, подожди, у меня есть прикольная маска. Да? Да. Қайтадан дейсің Нет. Сәлем. Майм дейсің. Нет, ayım.m. Ойбай. Маскасы күшті нағыз. Ой. Қорғай ма анау? Жоқ, декоративного. Екі Займа бетіңді. На мелде. Ой, да, мынау деген несеме. Вода. Йоу. Всем привет. Бұл жақта күту керек емес пе, да? Саламатсыздар ма? Мерекеңізбен. Мен мына екеуімен амандасып қойдым уже. Привет салдап жүрдім мен влогыма. Бывшая ютуберша. Я. Привет. Тоже сен қазір ютубқа түсіріп жүрсің ба? Осып тұрсың бұра. Короче, екі Сүлейменовалармен, соның сестренкісімен бәрі деген заказдарын алып кетуге кетті. Бір кісілер сторис түсіріп жатты. Апалы сіңілердің заказы бірінші келген екен. Ас болсын. Ой. Сен ютубқа қайтып ораласың ба енді? Каждый видеома жазады ғой. Ютубқа неге түсірмейсің деп. Сол күтеміз ал, келесің ба? Бұйырса дейді ау. Үйрет сен ютубқа түсіресің ба? Арасында дейді. Ех, ютуберлер азаюда ағайын. Дария екеуміздің ана заказымыз қалды екен. Басқалар уже алып алып. Ой, өйтіп жатырмыз. Ай, камера мына жаққа қара. Мен де мына жаққа қарап отырмын. Күтіп жатырмыз. О, кеттік біз. Вау. Ой. Сейчас будем кушать. Так, біз алдыңа жиналдық. Барлығымыз. Құлдар мерекелермен. Солай. Барлықтарына ас болсын. Біздің подаркаларымыз бар сіздерге. Сен бізде үлкенсің, давай жолың. Ұлы жол. Білмеймін, әйтеуір үлкен шығарсың, давай. Менен үлкен. Сен июльде. Үлкен анау менен. Бастан бері. Мен сенен кішкентаймын, зато давай сен бастар. Привет, давай. Бірда. Екіда бір. Айжан. Мынадай пакетикті. Дария екеуміздің кешегі жасаған подаркамыз бар. Это не копилка қазіргі этот хит ішінен. Білетін шығарсың, да? Бірақ шау. Ажаумен, иә. И вот, ішіне бүкілін қарап шық, короче, ішін толтырдық. Ол егер шешеміз. Сенің кофе, күн сайын сторисіне кофемен бастайсың, сол кофелар алдық, толтырып. Чечел пеймшеміз. Короче, вот, ұнады деген ойдамыз, Дария екеумізден кеше прям кәдімгідей тұрыстық. Бәрі қарап отыру кәдімгідей. Ал, давай, Айып сенің кезегің енді. Айып. Мен ше, просто ше. Сен аяқтан түреді. Сен ше, я, давай. Менің енді қасымда Аяжан болмай қалды да. Оны мен өзім алдым да саған. Сондықтан туған күнің ойым. Зылмен бітті. Ой. Бәріне ралқыз дейсің ғой. Ротың ең күшті рот бар қашын. Чотам. Ой. Вангасын ғой, короче. Күшті құтты болсын, молодец. Біз KFC-дан шығып, Арбатта жүрміз, тиктоктар түсіріп, вообще кілең тикток түсіріп атып, келгеннен бері бумерангтарсыз, подписчицармен отатысып. Күшті олатыр, короче. Давай. Тиктокер, блогерлердің жағдайы. Арбаттың ортасына кеп тикток түсіріп атыр ал. Оператор Еркеназ. Мен билетіне қалып. Биле алмайтындар болып, бұл жақта тұрамыз. Онда мне не сюда. Мен подписчицам кеп жаңа фото атсатыр. Вот, біз такси күтіп тұрық. Это Айжан, это Майым деді ма? Жиром. Да, жиром.
Давайте бош, Айжан, такси келеді қазір. Айым мен, ойбай, Айжан мен айым. Айжан айым, Айжан. Таксinin ішіне келеді. Короче, міндік. Енді қазір паркке барамыз, Назарбаевский. Бақытып тұр. Кетші, қайдағы нормально? Білмеймін андай. Ладно, смайлы қашқол көзіне ма? Все, біз келдік. Қалғандары әлі келеді. Мен қазақшам жеке алдым. Жигулиге мінді ма? Иә. Кішкене ана мокрый несі. Асфальттың несі. Мокрый асфальттың иісі. Меруерт шаршады ал. Мен де шаршадым. Жатамыз ба? Жатайық. Таныс қойыңыздар, мынау біздің Астана паркымыз. Қараңыз, мынау ромашкада қорқыныштығы. Мен отыра алмайтын едім. Кәдімгідей ұшып жатыр. Не қорқынышты. Ал міне паркке де келіп қалдық ағайын. Мына жақта да адам аз емес екен. Енді қайта отырамыз. Қалғандары қайда екен? Мына жаққа келмегелі қай заман десеңізші, мен Назарбаевский паркқа көп болып келмегелі. Қыдырсақ сол Арбатқа барамыз деген сияқты ғой. Біраз уақыт өтіп қалыпты. Кстати, мына жақта, мына жерлерде біз Еркеназ, Меруерт бәріміз бірге біздің ең алғашқы фан встречамызды өткізген болатынбыз, кімнің есінде. Если что, влог бар менің каналымда көрулеріңізге болады. Прям кішкентаймыз ғой сол кезде. Сол кезде мен Меруертті ең алғаш рет көрдім. Және де содан кейін біз екінші рет уже көрісіп тұрғанымыз. Содан кейін ғана. Дария сол кезде тоже келген. Фан встреча. Неге күтпейсіңдер? Неге күтпейсіңдер? Сіздерге арыздарым бар. Астана паркіне кетіп қойған екен біз бар. Ал біз отырдық. Үшеуміз ғана. Қалғандары басқа самын бітті. Бұл барлығы болып. Ал біз... Әне кетіп қады. Әне. Ана жақта. Басқа тез жүреді бесірім. Мен отырым. Мына менің мамам, мына менің папам, ортасына мен. Ана мен. Короче, екеу айдық келіп, мен отырым. Қайқалат етіп. Дария мықты деймін. Біздегі қыздармен анауын қыздармен иә, ұратын жерге барамыз. Короче, күшімізді көрейін деп жатырық өзімізше. Айжанның мастер-класс көрсетеміз. Атакайым мынадай нәзік қолдарымен қазір бір ұрса. Бір деп тұрған дейді. Давай, Дария. Ой. Ой, қайда? Нормально. Давай көрейік, басында 530 ба сондай болды. Екінші қанша болады екен? Қызай кетті қолым, қызай! Қыздармен! Прогулка düşерміз. Мен айтам, давай, қыздар болыңдар. Ей, зағламаңдар. Все, уже под конец бәрі фото. Енді уже қырғын түсіп шаршадық. Нар қоймай дәл тиктоктарымен. Даусыңыз айтшы! Все, біз уже бүгінге қыдырып болдық. Күшті күн шығып тұр екен, күн батып жатыр, точнее. Ал біз енді все, үйге барамыз. Ту күнді жауып тұрсың қойдыңыз. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Осымен влогты аяқтай берейін. Всем пока! Келесі кездесейік.